Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге тауықтың етін пеште пісіреміз. Ол үшін ең алдымен бізге тауықтың аяқтары немесе сандары қажет. 2 ас қасық соевый соус, 2 ас қасық томат пастасы, 1 шай қасық паприка, бұрыш қосамыз, 1 шай қасық өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіш, 20 грамм ерітілген сары май. Барлығын қосып жақсылап араластырып аламыз. Гарнир дайындаймыз. Ол үшін картопты ұзынша етіп турап аламыз. Пияз қосамыз. Сәбізді дөңгелетіп тураймыз. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіш. 1 ас қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қаңылтыр табанын сұйық маймен майлап аламыз. Үстіне гарнирімізді саламыз. Менде гриль пісіретін қаңылтыр бар, соны қоямын. Үстіне тауықтың еттерін салып шығамыз. Пешке 180 градусқа 40-50 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Қызанақ каналы. Етіміз жұп-жұмсақ болып пісті. Ас болсын.